Баршаңызға сәлем достар, мен сіздермен Құралай. Бүгін дастарханда осындай керемет, көркін, көз тоймайтындай осындай салаттың жеңіл түрін ұсынатын боламыз. Овощной салат деп аталады. Жеміс көкөністермен жасалынатын. Менің арнама тіркеліп маған қолдау көрсетуді ұмыт кетпеңіздер. Барлық керек заттың бәрін описание бөліміне қалдырдым. Ең алдымен терең ыдысымызға 40 қабатымызды майдалап, кескіндеп аламыз. Оның үстінен лимон шырынын сығып, және сарымсақты бір басын салып, майдалап турап. Мен дәмдеуіштер қосылған тұзды қостым. Жақсылап араластырамыз. Қолдың көмегімен қатты езгіндеп, мұжғылап тастамаймыз, согын шығармаймыз. Жеңіл түрде араластырамыз. Келесі сәбізімізді майдалап, үккіштен өткізілген сәбізіміз саламыз, болгар бұрышын саламыз, және осылай оливковый масланы, кішкене зәйтүн масласын қосып жібереміз. Жақсылап осылай жеңіл түрде араластырып аламыз. Кукурузаны қосамыз, жүгеріні. Дайын жүгері болса тіпті жақсы. Менде дайын болмаған соң консервированный түрін алып қостым. Және помидордың черри үлгісін, черри түрін қолданамыз. Осылай бөліп. Және фисташковый орех. Осындай фисташковый орехтің 5-6 штугын қосып жібереміз. Міне жеңіл түрде араластырып, салатымыз дайын болды. Өте жеңіл, дәмі деген керемет болып шығады. Баршаңызға ас болсын. Осылай қонақ келген кезде үйде бар нәрсемен осылай жасағанға не жетсін. Ас көгімізді міндетті түрде ұмытпаймыз. Ас көгімізді салып жүреміз. Салаттың көркін ашатын, тәбетті ашатын ас көк пен көк пиязымыз. Бәріңізге ас болсын, жасап көріңіздер.